күн суыды, қандай витаминдер ішкеніміз жөн, иммунитетті көтеріп қойған жақсы емес па деген сұрақтар қойып отырады. Әрине, күздің кезі жеміс-жидектің кезі, бірақ жеміс-жидек қазір аяқталып қымбаттап жатыр ғой, сол себептен қандай витамин алып ішкен жөн дейді. Витаминнің барлығы әрине жақсы ғой, бірақ витамин қабылдар алдында ағзаңызда қандай витамин жетіспейтінін біліп алғаныңыз жөн. Өйткені қазір бәрі витамин D3, омега ішіп кетіп жатады. Тіпті мүмкін керегі де жоқ шығар. Қай витаминдер, мысалға витамин В тобы, немесе В тобы десек те болады, сіздің шырышты қабаттың қабынуын көп жағдайда басып жатады. Сол себептен витамин В1, В6, В12 дегенді алып жүрсеңіздер болады. Иммунитеттеріңіз жақсы көтеріліп, өкпеңіз, тынысы жақсы болып тұрады. Сол себептен витаминнің қарсылығы жоқ. Өйткені гипервитаминозға жеткізбеу керек, және де авитаминозда болмау керек. Әр жерде баланс болған дұрыс.